Сәлеметсіздер ме? Бұл Ақшұқыр ауылы, 2-ші квартал, Есқожаев көшесі. Яғни 2026 жылғы 20 тамыз күні бүгін таңертең біздің көшедегі тұрғын үйдің алдына белгісіз тұлғалар өте көп мөлшерде тұрмыстық қалдықтарды әкеліп, рұқсат етілмеген жерге төгіп кеткен. Осындай жағдайға байланысты ауыл әкімі, облыс әкімі сіздерден сұраймын, елді мекендегі әр көшенің тұрғындарына қол жетімді жерлерде санитарлық және техникалық талаптарға сәйкес арнайы контейнерлік алаңдар ұйымдастыруды және тұрғындар санына және тұрмыстық қалдықтардың көлеміне сәйкес жеткілікті мөлшерде үлкен көлемді қоқыс контейнерлерін орнатуды сұраймын. Контейнерлерді уақытылы босатып, тұрмыстық қалдықтарды тұрақты түрде шығару жұмыстарын ұйымдастырылсын. Контейнерлік алаңдардың тазалығын, санитарлық жағдайын және олардың айналасындағы аумақтық тиісті деңгейде күтіп ұсталуын қамтамасыз етуді сұраймын. Мінекей бүгін орын алған осындай қоқысты заңсыз төгу фактісі бойынша тиісті органдармен бірлесіп, кінәлі тұлғаларды анықтау және қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тарту мәселесі қаралсын. Елді мекен бойынша рұқсат етілмеген жерлерге қоқыс төгу жағдайларының алдын алу мақсатында жүйелі бақылау және профилактикалық шаралар қабылдауды сұраймын. Осы менің жіберген видео өтінішіме көрсетілген мәселелер бойынша нақты қандай шаралар қабылданғаны және контейнерлік алаңдарды орнату мәселесі қашан шешілетін туралы жазбаша жауап беруіңізді сұраймын. Тұрғындардың денсаулығына, санитарлық қауіпсіздігіне және елді мекеннің тазалығына қатысты мәселе болғандықтан аталған видео өтінішімді формалды түрде қарамай, нақты шара ретінде қабылдауыңызды сұраймын. Бүгінгі орын алған жағдай сияқты келеңсіз оқиғалардың қайталануына жол бермеу үшін қоқыс жинау жүйесін ретке келтіруді және тұрғындарға қолжетімді заң талаптарына сай жағдай жасауыңызды қажетті шара деп есептеймін.